жасап жүрдім. Кішкене айлыққа. 50 мың теңге айлық. Сол болады. Одан артық асып кетуге болмайды. Себебі біздерді кішкентай кезімізде нағылды үйретті. Бай болуға болмайды. Бай адам жаман адам, бай адам сараң адам, ол өте қатал адам деп үйретті Совет үкіметі кезінде. Қазір сөйтіп сен айтасың ба балдарға, балдар уже күледі саған. Себебі заман ондай емес. Қазір балдар нағыл дейді. Кім болғың келеді? Бай болғың келеді, бизнесмен болғың келеді дейді. Біздің кезімізде мұғалім болғымыз келеді, врач болғымыз келеді дейді. Себебі біздің көргеніміз сол, басқа ештеңе көрген жоқпыз. Және бізді үйретті солай. Қарапайымдыққа үйретті. Ал заман өзгерді, құрметті партнерлар. Қазір 21 ғасырдың заманы, 21 ғасырдың өзінің мамандығы бар. Ол сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг деген не? Кез келген адам қазір товарды магазиннен емес, интернет арқылы алғысы келеді. Міне балдардан сұра, қазір магазинде тұрған затты жастар менсінбейді. Керісінше олар интернет арқылы басқа жақтан, басқа товар, басқа көйлек кигісі келеді. Біреудің киіп жүрген киімін кигісі келмейді. Ал сетевой маркетинг, соның ішінде Фаберлик компаниясы СНГ-де бірінші орында, әлемде алғашқы орындағы үлкен крупный компания. Бұны көптеген компаниямен даже салыстыра алмайсыз. Бұрыннан келе жатқан Avon, Мереке, Oriflame деген компаниялар бар ғой, сіз білетін, біз білетін компаниялар. Соларды қазіргі таңда басып озып, ала шығып кетіп отыр. Неге? Товарооборотпен. Товарооборот қай уақытта күшті болады, халыққа товар ұнағанда күшті болады. Біздің Фаберлик компаниясының товары көптеген 46 мемлекетке ұнап тұр. Жаңа 42 мемлекет деп жазылды, ол былтырғы ақпарат. Биыл 46 мемлекетте заңды түрде жасалынып тұрған үлкен компания. 21 жаста. 21 жастағы қыз, 55 жастағы Мереке, 60 жастағы Envy, соны басып озып отыр, өздерің ойлап қараңдар. Біздер қандай компания? Сондықтан құрметті партнерлар, адам кез келген жұмысты бастаған уақытта оң ойлы болу керек. Бірден адам келеді, жақсы оймен келдің бе, жақсы энергиямен, жақсы күшпен бастау керек. Ой бірінші адамның энергия, эмоциясына беріледі. Мысалы, желпілдеп ұшып жүрген қыздар осы жерде эмоциямен бүйтіп жасайм деп жүрген қыздар бар да, соларға қарап сен өзің жасағың келіп кетеді. Күш аласың ана адамнан. Солай болады. Эмоция адамды әрі қарай итермелеп, адамға уже күш бере бастайды. Сөйтіп сол күштің арқасында адам жұмыс жасап кетеді. Әрекет жасайды. Әрекет результатқа алып келеді. Жетістікке жетесіңдер. Сонда мен өзім ойлаймын, мен Фаберлик компаниясына келгенде бір айда директор болдым. Неге? Себебі мен Oriflame'де 1 жыл жасадым. Сол жерде менде кішкене де болса білім болды. Көрдіңіздер ме? Сол білімнің арқасында мен мына компанияға келгенде маған товар қатты ұнады. Ана компанияның товары маған ылғи косметика. Мен ол кезде 48 жаста. Көп косметикамен айналыспайтын адам маған күнделікті қажетті товар. Күнделікті адамдарға қажетті товар. Таусылатын нан сияқты товар маған ұнады, мына жер ұнады. Содан мен деген бар күшімменен, бар манағы эмоциямменен бір айдың ішінде директор болдым. Ал қазіргі таңда мен 5 жылда бриллиант болдым. Қазіргі таңда жастар 1 жылдың ішінде бриллиант болып жатыр. Ол манағы оң ойлылықтың, жақсы ойдың арқасында. Құрметті партнерлар, біздер өте жақсы компанияда жүрміз, ойлап қарасаңдар. Мен 10 жылдың ішінде мені жасап келатырмын. Егер мені алдап кетсе осы компанияда, мен бұл компанияда жасамайын. Компания еш уақытта ешкімді алдамайды. Берем дейме береді. Қыдыртам дейме қыдыртады. Главное біз ала білуіміз керек. Ол тек қана біздің ойымызға байланысты. Сондықтан да қазіргі заманда біз адамға келеміз. Сетевой маркетингте адамға келеді. Өздерің ойлап қараңдар. Адамға келесіңдер бірінші. Содан кейін барып, товар туралы, компания туралы, мүмкіндік туралы жайлап үйрене бастайсыңдар. Дұрыс па? Егер адам үйренбесе, оқымаса, ойыны оңайлығын ойламаса, еш уақытта жетістікке жетпейді. Үйде отырып, сотовый телефон арқылы жұмыс жасамаса, күнделікті телеграм сабақтарға кірмесе, күнделікті болып жатқан WhatsApp-тағы сабаққа кірмесе, адам ойын өзгертпесе, еш уақытта жетістікке жетпейді. Табыстың жетістікке жетіп табыс аламын деп даже ойламай-ақ қойыңдар. Сондықтан біздерде видео айтасың. Компанияға келдің, келгеннен кейін 50 балл жаса деймі?
көп адам қорқып кетеді. Ойбай, қалай жасаймын? Неше теңге дейді. Біздер айтамыз 25 мың, 30 мың теңгенің көлеміндегі ақша дейміз да. Қорқып кетеді. Былай қарасаң, қорқып керек емес қыздар. Ай, солай ма деп ойлау керек да. Сол 50 балды жасауға уже жұмыстану керек. Қорқатын ештеңе жоқ. Мен мысалы өзім 100-200 балға дейін жасаймын. Ешқандай товар далада қалып жатқан жоқ мен. Товардың әрқайсының өзінің адамы болады күтіп тұрған. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сіз осы уақытқа дейін де қорықпай, үрікпей, базарға барып, базарды аралап, данаға барып, аманға барып, сол заттың бәрін алып жүрсіңдер. Оны нанбасаңдар, қалталарындағы ақшаларыңды есептеңдер. Неше теңге айлық аласыңдар, соны жинап атсыңдар ма, сол қайда кетіп жатыр? Есептеңдер. Зуни пасын аласың, шампунды аласың, кір жуатынды аласың, ананы аласың, мынаны аласың, ақ базарға барып мусорды аласың, итогында мана 60 мың ақша, дым жоқ, қарызға кіріп отырасың. Қорықпай сөйтіп жұмсадыңдар кезінде. Мен де сөйттім. Вообще мен түсінген жоқпын. Айлық алам жоқ болып кетеді. Айлық алам тағы да жоқ болып кетеді. Сөйтіп 28 жыл болды тапқан таянғаным далаға қалай кеткенін, ақша жұмсауды мен білген жоқпын. Ақша жинауы оның ар жағында білген жоқпын. Осы маркетингті, сетевой маркетингті бастағаннан кейін барып, мен көп нәрсе үйрендім. Бірінші, адамдармен жұмыс жасау, адамдармен отношение, қарым-қатынасты үйрендім. Адамдармен қарым-қатынас ол бірінші рөл атқарады. Екінші, ақшаны тапқаннан кейін оны жұмсауды үйрендім. Үшінші, жинауды үйрендім. Соның арқасында компанияның берген табысының мүмкіншілігін пайдаланып, квартиралар алдым, балдарымды үйлендірдім кредитсіз, магазин аштым дегендей жақсы өзім көңілім толатындай өзіме мүмкіндіктер жасадым. Көрдіңіздер ме? Бұл біріншіден Алланың арқасы, екіншіден өзіміздің еңбегіміздің арқасы. Сондықтан жалпы Наполеон Хиллдің кітабында бай адам, кедей адам деген кітабында айтады. Адам дейді, мына ойыменен, негізгі ойымен ойлайды. Бірақ барлық біздің ойлаған ойымыз денемізге түсіп жатады. Түпкі ойға түсіп жатады. Түпкі ой дегенді орындап отырады, бәрін орындайды. Түпкі ой ойламайды ештеңе. Сен не істейсің, соны ойлайды. Мысалы, күнделікті плитаға чайник қоясың. Сөйтіп жатыр, туалетке кіріп шығасың. Қолыңды жуып атасың. Оның бәрін сен ойлап істемейсің. Өзінен өзі істеліне береді. Бір затты әңгімені айтып тұрасың да, келесі шаруаны істей бересің. Бізде солай. Неге? Себебі ол адам түпкі ойға баяғыда кіргізіп жіберді оны. Бірінші классқа келген бала әріп жаза алмайды. Бірақ жайлап әріп жазуды үйренеді. Күнде жайлап үйренеді. Оймен ойлап үйренеді. Ойлашы деп төбесіне түртіп қоясың баланы. Ол әріптің мына қапталын санады, ойлаңдар. Ойлап отырып жазады, бара-бара аны бұны ойламай жаза береді. Қазір біздер осы отырған халық любой нәрсені жаза береміз, ойланбай-ақ. Анау-мынау деп жаза береміз да. Неге? Біз уже үйренді, мына түпкі ойға бәрі кіріп кетті. Сондықтан, құрметті партнерлар, егер біз ойлайтын болсақ, дұрыс ойлауымыз керек. Компанияға келдіңдер ма, 50 балды вообще ойлап керек емес. 50 балды мына түпкі ойға кіргізіп жіберу керек. Бітті, ол өзінен өзі орындала береді. Компанияға келгеннен кейін адам шақырыңдар дейді. Адам жоқ дейді бірден. Адам жоқ дейді. Былай қарасам, адам көп. Адамның көптігі сондай артынан уже ол адамдармен жұмыс жасап үлгере алмай жатамыз. Солай ма күндар? Қазір адамдармен жұмыс жасап үлгере алмай қаласың. Адам дата көп. Адам бар. Просто біздің ойымыз қорқып кетеді да. Қорықпау керек ештеңеден. Бірден жайлап адамдарды шақырып бастаса, адамдар өзі келе бастайды. Сосын саған уже ол да шартты рефлекске айналып кетеді. Өзінен өзі тек адамдар келе береді. Сосын біздер үшінші айтамыз. Оқу керек дейміз. Біз өмір бақи оқу дегенді ұмытып кеткен адамдармыз. Баяғыда мектепте оқыдық, университетте оқыдық, содан кейін сынаулар бар. Оқу керек емес деп ойлаймыз. Ал адам оқымаса, егер кітап оқымаса, егер дұрыстап дискілерді жақсылап тыңдамаса, осындай сабақтарға келмесе, мына біздің ойымыз бүлінеді,
миымыз уже мусорный шелек. Үнемі біреулер туралы жаман ой ойлайтын, жан жақтан соткаға келіп атқан жаман әңгімелерді құя береміз ішімізге. Сосын алады да миымыз мусор шелек болып кетеді. Үнемі жаман ой ойлап жүреміз. Мусор шелекті ішін жумаса қандай болады, қыздар? Шіріп, сасып, үйдің ішін бүлдірмей ме? Сол сияқты біздің миымыз шіріп, ылғи жаман ой ойлай береді. Жатсақ та жаман ой, тұрсақ та жаман ой. Жатсақ та адамдарды жаман деп ойлаймыз, тұрсақ та анау жаман, абысын жаман, ене жаман, қайын сіңілі жаман, келін жаман, бәрі жаман, адамның бәрі жаман. Себебі біздің өзіміз жаман ойдамыз, қыздар. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біз ойымызды тазалауымыз керек. Үйді тазалағандай, үйдегі мусорды тазалауымыз керек. Жаңа оймен жұмыс бастауымыз керек. Сол кезде біздің ойымызға, түпкі ойымызға, мына төменгі жағымызға өзінен өзі жақсы ойлар, жақсылық жинала береді. Біз мысалы почкамыздың қалай жұмыс жасап жатқанын ойламаймыз, ол өзінен өзі жұмыс жасап, дәреті сыртқа шығара береді. Бауырды да сөйтіп ойламаймыз, бауыр да өзінен өзі жұмыс жасап, қанды айналдыра береді. Ішек қарнымызда ойлап отқан жоқсың, менің асқазаным қайтып ас қорытып жатыр деп. Тамақты салып жібересіз, ол өзінен өзі асты қорыта береді. Сол сияқты біздің түпкі ойға кеткен нәрсеміз біздің шаруамызды жасай береді, қыздар. Естеріңізде болсын. Сондықтан біздің мына ойымызға тек қана жақсы ой кіруге біз әрекет етуіміз керек. Мына денемізді шынықтыратын сияқты ойды да шынықтыру керек. Көрдіңіздер ме? Біз әр уақытта таңертең тұрғанда намаз оқы дейді ғой. Неге намаз оқы дейді? Пайғамбарымыз бәрін білген, Алла тағала білген. Адамдарды жаратты ма, ол уже ойды қоса жаратты. Қоса жаратқан уақытта олардың ішінде жаман ой кіріп кететін шайтан, періштелер екеуі қатар жүреді деп білді. Сондықтан біздерге таңертеңгі намаз, түстегі намаз, кешкі намаз. Сол намазды оқығанда сіз өзіңе тілек тілейсің. Аффирмация дейді орыста. Соны тілейсің тілекті. Сол жақсы тілек дұрыс болу керек. Кейде, мысалы, адамның ойына жаман ой кіріп кеткен кезде даже тілек тілеуге әлің келмей жатады. Дұрыс па, намаз оқитын адамдар айтыңызшы. Тілек тілеуге әлің келмейді. Анау сені алып кетеді. Манағы біреуге ренжісіп қалған қайта намазыңа әсер етіп жатады да. Ол саған әсер етіп жатқан манағы шайтан. Шірік ой. Сондықтан сен онымен қоштасуың керек. Ренжістің ба біреуменен, бір сағаттың ішінде соны шығып тастау керек адам. Қайтадан басқа жақсы адамдарды ойлау керек. Адамдардың бәрі жақсы. Біз бәріміз жақсымыз, қыздар. Қайсың жамансыңдар? Мен жаманмын деші. Ешкім де жаман емес. Бәріміз жақсымыз. Сондықтан біздер ол адамды жаман деп ойлауға ешқандай болмайды бізге. Құқымыз жоқ. Ойлауға құқымыз жоқ. Наоборот, сен өзіңді жөндеуің керек. Жаман ой менен шығып жатыр. Мен ойымды жөндеуім керек деп ойлауымыз керек. Енді бұның сетевой маркетингке үлкен рөлі бар, қыздар. Ойдың. Сетевой маркетингтен өте қиын жұмыс. Былай қарағанда өте қиын жұмыс. Себебі сен адамдармен сөйлесіп тіл табысуың керек. Ол неше түрлі адамдар келеді, неше түрлі ойдағы адамдар келеді. Сол бір жыл емес, жарты жылдың ішінде психолог болып боласыңдар. Мына жаңадан келген адамдар уже байқайсыңдар ма? Күннен күнге сен ана келіп отқан адамның ойын оқитындай дәрежеге жетіп келе жатасың. Бір 2-3 жылда уже психолог болып боласың. Есіктен кіріп келе жатқан адамның қандай ойда келатыр, қандай состояниедегі адам, қандай ойлы адам уже біліп тұрасыңдар. Дұрыс па? Сосын уже жайлап ана адамның ыңғайына қарап подход тауып жұмыс жасап бастайсың. Көрдіңіз бе? Сондықтан сетевой маркетингте ең бірінші адам өзін жөндеуге үйрену керек, сосын барып келесі адамға әрекет етеміз, ықпал жасаймыз. Сен ешкімді өзгерте алмайсың. Біреуді өзгерте аламын деп дәмеленбей ақ қойыңдар. Ол адам өзі өзгереді, егер сен оған әрекет істесең. Көп адамдар адасады. Неге? Мына компанияда жүреді, тым жақсы компанияда. Пирамида келеді. Ойбай тек ақша салыңдар, апта сайын ақша алып отырасыңдар дей ма? Адамдар соған кетеді. Көп адам былай деп ойлайды. Жеңіл жолмен ақша тапқанды тәуір көреді. Жеңіл жолмен ақша табыла ма? Үлкендер айтыңдар. Осы уақытқа дейін жеңіл жолмен ақша тауып көрген адам кім? Ол ұрлық жасаған адам, біреуді өлтіріп ақшасын алып алған адам, наркотик сатқан адам, арақ сатқан адам, сондай адамға зиянды сатқан адам жеңіл жолмен ақша табуы мүмкін.
оның өзінде де ол ар жағы жақсы емес харамзаттар, иә. Сондықтан қазіргі таңда сетевой маркетингке шын мынандай заты бар, осыншай заводы бар компанияға әсер ететін ол пирамидалар, қыздар. Қазіргі таңда былтыр Хьюстера келді ма, халықты алдап ақшаны алып кетті ма, Unity деген келді ма, халықты алдап ақшаны алып кетті ма, дәл қазір сол сияқты көптеген үй алып берем, машина алып берем, ақшаңды сала қой, пәленшеңді сала қой, тек мен бітті керемет, апта сайын саған ақша түсіп тұрады дейді. Еш уақытта апта сайын ақша түсіп көрмеген, түспейді. Тек миллионер болып сен өзің байсаң, сонда ғана саған өзінен өзі ақша түсіп тұруы мүмкін. Қыздар, ал артыңдағы халықты жинап алып, оның ақшасын жинап, оның шетінен ақша саған проценттеп түсіп жатса, ол деген саған келіп тұрған байлық емес, ол саған келіп тұрған болашақтағы қорлық болуы мүмкін. Соны байқап, соны үйреніңдер. Сетевой маркетингті шатастыратын осы. Сондықтан сауатты болу керек. Өмір жастар үшін енді басталып жатыр. Біз үшін де сетевой маркетинг енді басталып жатырған жаңа мамандық. Бұл мамандықты игеру үшін біздер көп сауаттануымыз керек, қыздар. Сондықтан тренингтерге қатысу керек, кітаптар оқу керек, осы сияқты лидерлердің сабағына қатысу керек, телеграмдағы сабаққа қатысу керек. Сосын күнделікті болып жатқан өзіңіздің спонсорыңыз сабақ өткізіп жатса, соған қатысу керек. Товар туралы көбірек білуіміз керек. Оқу керек, қыздар. Сен егер өзіңнен кейін адам шақырсаң, бәрің аттарында адам бар ма? Бар. Неге шақырдыңдар? Тамаққа шақырдыңдар ма? Етке, үйге, әлде шайға шақырдыңдар ма? Хабарға. Бизнеске шақырдыңдар ғой, қыздар. Сен оған мына компаниядан үлкен жетістікке жеткіземін мен деп шақырдың. Сенің мойныңда үлкен жүк тұр. Ал егер сен манағы адамды шақырып алып, оны оқытпасаң, оны үйретпесең, онда Алла тағала сені жазалайды. Иә? Егер сен оны үйретпесең, неге шақырдың? Сол үшін сен үйренуге міндеттісің, қыздар. Үйренуге міндеттісің. Сен ана шақырып келген адамыңа табар айтуың керек. Бір компанияның 7000 табарын бәрін білмесең де, өзің қолданып жүрген табарды айту керек. Біреулер айтады, мен деген пайдаланған жоқпын әлі. Мен ішімнен ойлаймын, пайдаланбаса не айтады халыққа? Сен айтқанды айтады. Ол ұят, қыздар. Сен парашютпен жумасаң, ыдыс жуатынмен жумасаң, тісіңді жумасаң, шашыңды жуып, шампундарды пайдаланбасаң, келесі адамға қалай өтірік айтасың? Бұл жерде өтірік жүрмейді. Пирамида емес, ол сен өтірік адам ақшасын жинап алатындай. Бұл бір. Екінші, егер сен компания туралы білмесең, Москвада орналасқан заводты білмесең, оның халал завод екен, ішінде қаншама товар шығып жатқан, қай компания өзіне біріктіріп алғанын, ана моющие средства Германиядан келетінін айтпасаң халыққа, ол қайдан біледі? Білмейді. Сосын айтасың, қой мен қарайған халықты шақырып едім, олар шығып кетті дейсің. Әрине шығып кетеді ол. Сен есікті дұрыстап жауып оған үйреткен жоқсың, есік ашық қалды. Қыздар, ойланыңдар. Сондықтан бірінші сен өзіңнің ойыңды өзгертіп, компанияға келгеннен кейін мүмкіндікті алатындай сен ашық болуың керек. Ой ашық болу керек. Жетістіктің 4 аяғы бар. Біріншісі кәдімгі стол сияқты. Бірінші аяғы дейді, Алладан дәл анықтап сұрайтынын сұрауың керек. Мысалы, бүгін түйе сұрадың ба, до конца түйе сұрауың керек. Сен ертең бие сұра, арғыны қой сұра, сосын ешкі сұрамайсың. Иә, шатасады ол Алла тағала. Алла тағала сені жаратты ма, сұрағаныңды береді, қыздар, қорықпаңдар одан. Бай адам сұраудан қорықпайды екен. Себебі ол Алланың беретінін біліп отырады. Кедей адам қорқады екен. Мен артық сұрақ қойдым ба, Алладан ұят болды ау. Солай ойлайды, көп адам сөйтіп ойлайды. Мен қалай ақшаны табамын, ол мүмкін емес деп қорқады, қыздар. Қорықпаңдар. Сен сұрасаң, сен әрекет етсең, қай жағынан болса да ол табыс келеді. Қалай берсе де оны береді. Мен соны түсіндім, қыздар. Мен осыдан 10 жыл бұрын кәдімгі сіңірі шыққан кедей болмаған, менен тек 3 бөлмелі үйім бар, қалтырап дірілдеп отқан адам болатынмын. Мен Алладан сұрадым, Алла тағала, мен мына қарайған бала шағам бар, соны мен қалай үйлендірем мынаны? Жаман қорқатын едім. Елдің басқа жақтан келіп жатқан ақшасы бар. Менің бар табатыным 50 000 теңге. Мына қырғын баламды қалай үйлендірем? Бұларға қалай келіншек алып берем? Қалың малды қалай төлейм? Бұларға үйді қайтем? Мен мыналардың бәрін бір жерде қамап отырмаймын ғой 3 бөлмелі үйде деп қорқатын едім.
вдруг маған мынандай компания келді. Айтты, егер сен қимыл әрекет жасасаң, Алладан сұрасаң, манағы балдарыңның бәрін өзінен өзі үйлендіретіндей ақша береді. Әй, мен шынымен нандым соған. Алла Тағала менің шын нанғаныма ниетіме қарай болу керек. Директор болдым, старший болдым, серебряный болдым, золотой болдым, бір айдан кейін рубин болдым, 5 жылда бриллиант болдым. Ақша келе берді. Өзінен өзі келді, өзінен өзі балдарымда үйленді, кредитсіз келінді ала қойдым, қалың малды бердім, үйлерін алды, Аллаға шүкір, өзінен өзі болды қыздар. Сондықтан қорықпай сұрау керек. Ол манағы жетістіктің бірінші аяғы екен. Екінші аяғы. Егер соғысқа шығатын болса, соғысқа шығатын адамның қолында қару болады. Дұрыс па? Соғысқа жалаң қолмен ешкім шықпайды. Не мылтық ұстайды, не пулемет ұстайды, не гранат ұстайды, әйтеуір бір қару ұстайды. Ал біздің қаруымыз не, қыздар? Біздің қаруымыз арман мақсатымыз. Егер сенің арман мақсат жоспарың болмаса, онда сенде алға қарай жылжитын қару жоқ деген сөз. Сондықтан дәптерге армандарыңды жазыңдар, қыздар. Не керек сендерге? Алладан не сұрайсыңдар? Мақсаттарын жазыңдар. Бүгін бастадың да, ертең неге жетесіңдер? Соны Алладан сұраңдар. Сосын бар, жоспар құрасыңдар. Қалай жетесің манағы мақсатқа? Директорге қалай жетесің? Неше адаммен жетесің? 3%-ке неше адаммен жетесің? Соның барлығын жоспарлап күнделікті жазу керек. Егер жоспарламасаң, сен деген мына ауада ұшып жүрген молекула сияқтысың, соғысып жүресің бүйтіп. Бір ойың далаға кетеді, бір ойың былайға да кетеді, бір ойың тойға кетеді, бір ойың садақаға кетеді. Жан-жақта шашылып жүресің бүйтіп. Итогына келгенде сенде ештеңе болмай қалады. Сондықтан біздің қаруымыз арман, мақсат, жоспар. Соны бірдеп біліңдер. Үшінші аяқ, ол күш. Сен паркте бүйтіп қыдырып жүрген ештеңең жоқ. Сен бизнес бастауға келдің. Саған күш керек. Барлық энергияңды, бойыңдағы күшіңді жинап, жұмысқа салу керек. Аяп қалмау керек. Ой, не істейсің аяп? Ертең өлгенде бәрі далада қалады ғой ол күшің. Алла Тағала маңдайыңа сызды. Сол уақытта өлесің. Білмейсің сен қашан өлетініңді. Сондықтан мен мына жұмысты жасасам, мен мынаған күшімді жіберсем, өліп қалады екенмін деп қорықпай қойыңдар. Өлетін болсам, тап мына мен өлетін едім. 15 жыл енемнің тепкісінде қолымда тұрдым. Таңертең таңғы сағат 5-тен тұрам ғой. 5-тен тұру керек дейді. Мен өзім Ақтөбенікін қайдан білейін? Маңғыстауда 5-тен тұру керек дейді. 5-тен тұрам. Басыңа орамалды тартып, үстіңе ұзын көйлекті киіп, Совет үкіметі кезінде тамақты пісіру керек, тастамау керек орамалды дейді. Сосын деген үйді тездетіп тамақ пісіру керек дейді. Соның бәрін істедім. Мен былай қарағанда мен оны қорлық деп санамаймын. Просто солай істеу керек. Істедім. Сәлем ету керек дейді. Сәлем еттім. Одан ештеңе болған жоқ. Түсте күйеуім үйге ылғи мектептен мұғалімдер алып келеді, тамақ істеп қоямын. Олар ішіп кетеді. Түс қайта уже шалдар келеді, үйде атам бар. Оларға ет саламыз, оларға шай береміз, тамақ береміз. Бұлай өмірде де олардың етін жейді, шайын ішеді, карта ойнайды, 100 грамдатады баяғыда. Сонымен сағат 1-2 болады. Манағының орын жинайсың, балдарың жүреді, етегіңде 3 каршық қатар тұрады, қызақ ауылда тұрамыз. Біреуі сүйіп атса, екінші түші атады дегендей да. Оңай емес, мусор шелегің толып қалып сыртына ағып атады. Оны төкіп келесің. 3 пешіміз бар, оған от жағасың, күлді қайтадан шығарасың. Былай қарағанда ауылдың өмірі белгілі ғой бәріңе. Бәрі де ауылда тұрды. Бір кіргізіп атасың, екінші шығарасың. Сөйтіп мен 15 жыл ауылда тұрдым. Өліп қалған ештеңе жоқ. Нормально алдарын тәрбие. Я содан кейін енді қалаға келдім. Жақсы. Қалаға келгенде оңай ештеңесі болған жоқ. 94 жылы тамақ жоқ, киім жоқ, су жоқ. Жерден жоғары қарай су тасимыз. 5-ші этажда тұрамыз. Жаңағы талонмен тамақ аламыз. Сондай өмірден өттік қыздар, иә? Сөйтіп жүргенде сетевой маркетингке келдім. Табыс таққым келді. Мен де бір бай болғым келді. Сендер сияқты бастадым, осылай отырып, дәл сіздер сияқты бастадым қыздар. Аузым аңқайып, анаған қарап, мынаған қарап, түсінбедім. Түсінген жоқпын. 6 айға дейін 0. Тек 3 сәт түсіндім 6 айда. 50 бал жасау керек, адам шақыру керек, оқу керек деген 3 сәт түсіндім. Бірақ оның қалай болатынын білмеймін. Түсіндім соны. Сосын сетевой маркетингте зат сатпау керек екен деп түсіндім. Оның дұрыс болған.
дым зат сатқан жоқпын. Сонымен бар күшімді салдым. Көрдіңіздер ме? Бар күшімді салып, бүкіл уақытымды салып, білімімді салып, жұмыс жасадым, қыздар. Одан мен өлген жоқпын. Менің маңдайыма неше жас сызық қойғанын мен білмеймін. Сондықтан ештеңеден қорықпаңдар. Мен күш салғанда тап осы жерден өліп қалады екенмін, бірдеме болып қалады екенмін деп қорықпаңдар. Алла Тағала ауруды жіберейін десе, ол кез келген уақытта үйіңде талтайып жатсаң да жібереді, дым жасамасаң да жібереді. Наоборот, әрекет жасау керек, қимыл жасау керек, жұмыс жасау керек. Столдың төртінші аяғы өзіңе сенім. Егер сен өзіңе сенбесең, жетістікке еш уақытта жете алмайсың. Кедей адам біреуге сенеді, біреу берсін, анау маған көмектесіп жіберсін. Ең ақыр аяғы қазанына салатын етіне дейін біреуге нетеді ғой, ақылдасады ғой. Ана жігітті салсам ба, мына жігітті салсам ба деп. Қараңыздар қыздар, біреуге сен керек емес. Өзіңе сен. Егер сен өзіңе сенсең, жетістікке тез жетесің. Ал егер сен біреуге сенсең, еш уақытта жетістікке жете алмайсың. Оны жетістікке жетіп жүрген қыздар өздері біледі. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Файверлик компаниясы ешкімді өтірік алдап көрмеген компания. Оны алдап кетсе, мына халықтың өзі алдап кетеді. Бөтен компанияға. Мен өзім ешкімді алдағым келмейді, себебі ол маған табыс беріп келе жатқан нәрсе. Біреуге өтірік айта алмайсың бұл жерде. Біреудің бір нәрсесін алдап ала алмайсың. Табар өзінен өзі келіп тұр қыздар. Ақшаларын төлеп заттарыңды аласыңдар. Шығып кеткен сенің партнерің болса, саған ренжімейді. Ал егер пирамидаға кіріп кетсеңдер, вот қарғыстың көзі сол уақытта болады. Сен ақшаны алып аласың ана кісіден, сосын қайтып оның ақшасын бере алмайсың. Сені күнде қарғайды, күнде. Сосын бірдеме болып қалса, мен не істедім? Мен Алланың алдында кінәм жоқ еді ғой, маған осындай болып қалды деп кінәні неден іздейтініңді білмей жүресің. Сондықтан дұрыс жерде, дұрыс компанияда жұмыс жасау керек. Бұл үкіметтің жұмыс сияқты жұмыс. Просто компанияның хабары арқылы сен өзіңе мекеме құрасың. Сол мекеменің директоры боласың ба? Сол мекеменің бриллианты боласың ба? Өзің біл, тек өзіңе сен. Көрдіңіз бе? Сен біреуге сеніп бизнес жасама. Мені пәленше шақырып еді ғой, ол мені шығару керек. Ал мені шығар дейді біреу. Мен ол қалай шығарым? Ол құдықтың ішіне түсіп кеткен сиыр емес қой, сүйреп шығарады. Адам ғой ол деген. Алла Тағала бүкіл адамға мүмкіндікті бірдей жаратқан. Бәрлерінің басында ми бар, бірдей ми бар. Бірақ мидың қыртысы бірдей емес. Әңгіме сонда. Мидың қыртысын жетістіру үшін адам оқу керек, үйрену керек, көру керек. Адамның барлығы өмір бақи көргенін, білгенін жасайды. Ал біздің көргеніміз біздің қасымыздағы кедей адамдар. Сондықтан біз ортамызды өзгертуіміз керек. Адамды тәрбиелейтін ата-анадан кейінгі орта. Оған келіссеңдер де, келіспесеңдер де солай. Егер сенің қасыңда тек тойсадағадан шықпайтын кедей адам жүрсе, сен де үнеміз еріп, соңында жүресің, ала шапанын киіп ал. Ал егер сенің қасыңда бай адамдар жүрсе, сен ойлайсың, пәленше бүгін мынандай үй алыпты, үйіне мынандай мебель алыпты, мен неге алмасқа деп адамның ойына ой кіреді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сенің қасыңда қандай адамдар жүр, ойланып жан-жағыңа қара. Егер сенің қасыңда ылғи кедей адам жүрсе, онда ортаңды өзгерт. Өзгерткенің дұрыс жалпы. Өзгерт алсаң. Енді тума туысыңнан айыр деп айта алмаймын. Кедей болсын, бай болсын, ол сенің бірге туған қандасың. Оны өзгерте алмайсың еш уақытта. Бірақ сен араласатын достарыңды өзгертуге болады, жолдастар. Ол сені өзгертіп жүр. Неге адам алқаш болып кетеді? Себебі ол бір-екі алқашқа жақындай, сол ортасы болып кетеді. Неге бала наркоман болып кетеді? Себебі ол сондай ортаға түсіп кетеді, жолдастар. Балаларыңа қарап жүріңдер. Неге бала ана ойнайтын жерге кіріп кетеді? Себебі оның маңында сондай адам бар. Класстағы оқушыларды, ол оқушылардың сыртқа шыққаннан кейін кімге жүретін? Сенің күйеуің кіммен жүретін? Өзің кіммен жүріп жүрсің, соны бақылау керек. Егер сенің ортаң жақсы болса, сен жақсылыққа қарай, алға қарай, бәсекелесіп халықпенен өмір сүресің. Қалай болғанмен де адам бәсекелесіп өмір сүру керек. Ой, бәсекелесіп керек емес, мен ешкіммен бәсекелеспеймін, маған алтын керек емес дейді біреулер. Бәрі өтірік. Алтын бер, құмырайға қағып түседі. Шынымен де солай. Кеше енем қайтыс болды.
Мә адамдар деген оның киіміне, алдында күмістеріне, несіне таласып жатыр да бүйтіп. Неге керек емес деп отыра бермейді. Бәрі солай қыздар. Сондықтан да табысты адам Алладан тікелей сұрайды өзі. Қорықпай сұрайды. Бір затты дұрыстап сұрау керек. Мына сенің басың бірнеше бөлікке. Міне жерде мысалы кімнің жанады мектеп, міне жерде үйдегі тігін, міне жерде той садақасы, міне жерде атасы, міне жерде пәберлік, міне жерде тағы бірдеме бөліп тастағанда бәрі. Ол мүмкін емес, онда жетістікке жете алмайды. Жете алмайды. Хотя бы басыңның жартысын бершіш. Сол кезде сен жетістікке. Мен соны түсіндім, қыздар. Соны түсіндім. Мына концентрация түгел бір жаққа қарай ауу керек екен. Пока кішкене басқа заттарды қоя тұрыңдар. Той садақаны да азайтыңдар. Той барма деп айта алмайды. Біздің Маңғыстаудың әдетіне суббота-воскресенье түгел той садақа ғой. Түгел. Концентрация түгел сояққа ауып кетеді. Манағы жасап жатқан жұмысын, манағы партнерларын, онымен сөйлесу түгел ұмытып кетеді. Түгел ой деген тек той садақаға кіріп кетеді ғой. Ол таусылмайды. Адам күнде өліп жатыр, күнде үйленіп жатыр, күнде бала туылып жатыр. Ол күнде бола беретін жағдай, процесс. Сондықтан сіздер соны кішкене өздерінің жағдайларын жақсыларыңыз келсе, сәл қысқарту керек. Міне осы менің айтайын деп тұрғаным. Әдет, әрекет, әдетке әкеледі. Әдетке айналдыруларың керек. Мына ойды жаттықтыру керек. Әдетке айналдырсаңдар, күнделікті әрекет сізді жетістікке жеткізеді. Күнде істей бересіңдер, шақыра бересіңдер, сөйлесе бересіңдер. Бір әңгіме айтатын, бір әңгіме маркетинг, бір әңгіме товар, бір әңгіме компания, бір әңгіме спонсорды мақтау. Соны айта бересіңдер. Адамдар деген жайлап үйрене береді. Біреулер айтады, бір әңгіме неге айта бересіңдер. Енді бәрі бір зат істеп жатқан қыздар. Күнде шай, күнде ет, күнде бір мешел, күнде сол сияқты, күнде бір әрекет қой бәріміздікі. Пәберлікте де сондай, күнде бір әрекет. Тек просто соған сәл шыдап, соныңды әрекетіңді әдетке айналдырып жіберу керек. Сенің шайың сияқты болу керек қой күнделікті ішетін. Мына Фаберлик сенің күнделікті ішетін тамағың сияқты болып кету керек. Көрдіңіздер ме? Сонда сол әрекет сені қалай да жетістікке жеткізбей қоймайды. Сол қыздар, ойларыңды өзгертіңдер, табысты болатындарыңа өте сенімді болыңдар.